Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жасалу өте оңай, үйдегі бар заттардан жасалатын осындай айран қосылған пирогтың жасалу жолын ұсынатын боламын. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмай, менімен бірге болыңыздар. Құрғақ ыдысымызға бөлме температурасында тұрған жұмыртқамызды шағып аламыз. Және де миксерлемес бұрын бізге шай қасықтың ұшымен тұз қажет болады. Жақсылап миксерлеп алып, содан кейін барып секерімізді қосатын боламыз. Секерді де толық қосып жібермейсіздер, 2-3 бөліп қоссаңыздар болады. Толықтай ерітеміз, аппақ көбік болғанша. Мінекей толықтай еріді. Енді айранымызға ас содасын қосамыз. Шай қасық толмай тұрған. Жақсылап араластырып, миксерлейтін боламыз. Осы кезде сұйық майымызды қосамыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Миксермен миксерлеу міндетті емес, венчиктің көмегімен де үй жағдайында жасай берсеңіздер болады. Електен өткізілген ұнымызға 1 шай қасық қопсытқышымызды салып араластырып, онды бөліп салатын боламыз. Барлығын бірден салып жібермеңіздер. Екі-үш бөліп миксерлеп алатын боламыз. Осындай қоюлықта шығады. Енді осы массамызды формамызға құятын боламыз. Астына төсеу міндетті емес, өз қалауларыңыз бойынша жақсылап жайып, бір тегіс үстелімізге ұрғылап, қызып тұрған пеште пісіретін боламыз. Пісу уақыты 35-40 минут аралығы 150 градуста пісетін болады. Жақсылап ұрғылап алыңыздар. Міндетті түрде қызып тұрған пешке салуды ұмытпаңыздар. Мінекей достар, біздің пирогымыз дайын болды. Піскендігін осындай таяқшамен тексеріп аламыз. Құрғақ болып шығуы қажет. Және де толықтай суыған соң бетіне осындай әсемдік үшін сахарный пудраны пайдаланатын боламын. Бұл әрине міндетті емес, әсемдік үшін жасасаңыздар болады. Сонымен біздің пирогымыз толықтай суыды, жұмсақ, үлпілдек, өте нәзік болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Таңертеңгілік, түскі шай немесе бестің шайына да керемет үйлесетін бұл пирогты сізде жасап, отбасы мүшелеріңізді қуантыңыздар. Қонақ келгенде де осы пирогты жасап берсеңіздер, дәмі тіл үйіретін бұл пирог міндетті түрде ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған Замира.